күмбез, құлпытас орнату, Аллаға емес әруаққа бағыштап мал сою, әулиенің қабіріне зиярат ету мақсатымен сапар шегу Алла тағала сүймейтін іс, күпірлік, ысырапқорлық. Алла тағала айтады: ысырап қылмаңдар, шынында ысырапқорлар шайтанның туысы, ал шайтан Раббыңа өте қарсы. Қабірлердің құрылысына қанша қаражат кететініне ой жүгіртіп көрелік. Мына зират ғимараттарына кем дегенде 50 000 доллар, ал мынаған одан да көп қаражат жұмсалғаны анық. Осы құрылыстар қабірде жатқан мәйітке қажет емес еді ғой. Қайта өз топырағынан өзге титтейді түйір зат оның астында жатқан адам мәйітіне ауырлық келтіріп, оның жанын азапқа салатын жөнінде хабар бар. Ендеше біздің әруаққа жанымыз ашыған болса, оның рухына азар бермес едік ау. Қабірлер салуға кеткен қаржы тірі адамдарға қаншалықты қажет екенін мына үйлерді мекендейтін тұрғындардың тұрмыстарына қарап түсінуге болатын секілді. Аса жоғары Аллах тағала айтады: біз бөлген несібені олар білместікпен жұмсайды. Құдай ақы деп айтайық, сендер өздерің ойлап тапқан нәрселерің үшін сөз жоқ жауапқа тартыласыңдар. Ислам қабір басына құрылыс салуға қарсы дін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қабірді сырлауға, үстіне отыруға, топырағын биік етіп көтеруге және оған бір нәрсе жазуға тыйым салғаны жөнінде хабар бізге көп жеткен. Ғалымдар былай деген: қабірді биіктетудің үкіміне қабір үстіне соғылған күмбездер, кесенелер, жалаң қабырғалар, мешіттер және басқа сол сияқты құрылыстар кіреді. Мұндай әрекеттерге барғандарға пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам лағнеті болатыны хадистерден белгілі. Аллах тағала Құран кәрімнің Зарият сүресінің 56 аятында: мен жындар мен адамдарды өзіме құлшылық қылулары үшін ғана жараттым дейді. Яғни Алла тағала құлшылық қылуға лайықты жалғыз құдірет. Ендеше жаратушыдан басқа ешкімге құлшылық жасауға болмайды. Құлшылық дегенімізге кез келген тілек тілеудің барлық түрі кіреді. Алла тағаланың өзіне ортақ қосып, өзімен бірге өзгеден де дұға тілеп, құрбан шалып, құлшылық еткендерінің күнәсін кешірмейтіні мына Құран аяттарынан белгілі. Негізінен Алла өзіне ортақ қосуды жарылқамайды. Одан басқа кімді қаласа жарылқайды. Ал және кім Аллаға ортақ қосса, расында өте ұзаққа адасты. Оларға айт: Алладан өзге сендерге пайда, зиян келтіре алмайтындарға құлшылық қыласыңдар ма? Негізінде Алла әр нәрсені естуші, білуші. Сендер ешбір дәлел түсірілмеген нәрсені Аллаға ортақ қосудан қорықпайсыңдар. Өкінішке орай, аса қамқор Алланың ашық ескертулеріне қарамастан, қазақ халқының бір бөлігі өздері қолдан жасаған құдайларына құлшылық жасайды. Өйткені олар қарғыс атқан іблістің азғыруына ілеседі. Шайтан адамдардың жүрегіне кіріп азғырып, өмірден өтіп кеткен өнегелі адамдардың артына ілім қалдырған ізгі ниетті жандарды қастерлеп, есте қалдыру сылтауымен олардың мүсінін жасау туралы ой салады. Қазіргі таңда қол бастаған көсемдерге, сөз бастаған шешендерге арнап тұрғызылған зәулім кесене мен ескерткіш мүсіндерге табынуда көрініс беріп қалып жүр. Тіпті қарапайым адамдар арасында да жақын жуықтарының қабіріне мәрмәр қалап, тас бейне орнатып, суретін іліп, оған келіп өздері тәжім етуі де дәстүрге айналып келе жатқандай. Ондай қадірлі жандардан естелікке тасқа басылған түр түсі емес, үлгі аларлық ісі қалса жөн болмас па? Құлшылықта Аллаға серік қоспау туралы Құранда қайта-қайта ескертілген. Рас, мен Алламын, менен басқа тәңір жоқ, сондықтан маған ғана құлшылық қыл, сондай-ақ мені еске алу үшін намазды толық орында. Алайда көп адамдар Алла тағаланың бұйрығын орындауға асығар емес. Біздің бауырларымыз айналасындағы әлденені Аллаға теңдес етуге бейім. Енді кіші ширк жөнінде сөз қозғалық. Негізінен біздің халқымыздың біраз бөлігі ырымшыл екені рас. Бірақ ырымды сынайтын қандастарымыз да бар. Оған қазақ ырым етеді, ырымы қырын кетеді деген қанатты сөз дәлел болады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ырым Аллаға серік қосу, одан аманмын деп ешкім айта алмайды. Осыны Аллаға тәуекел ету арқылы ғана жеңуге болады деген. Сондықтан алдыңды кесіп өткен қара мысықтан немесе күннің сейсенбі екенінен қауіптеніп жолдан қалу өзіңді қорлау ғана. Шын мұсылман Аллаға тәуекел етіп, табиғаттың қандай құбылысына тап келсе де жамандыққа жорымайтын болған. Алланың елшісінен саллаллаху алейхи уассалам біреу ырым туралы сұрады. Сонда ол: не нәрсені де жақсылыққа жору қайырлы болады деді.